Так, не істеп жатыр екен бинокльдерім. Охо, чо там, соседи? Дұрыстапсы. Молодец. Анау телефон шығып жатыр, примерно. Ох! Черт, мистер Руперт дейді. Чо там, еу? Ал, басталды тот самый момент. Ал достар, мен қазір сіздер жақсы көретін инди хоррор ойынды ойнайын деп жатырмын. Барлықтарына приятного просмотра. Дайын отыңдар, бұл видеоны сіздерге наушникпен көріп достарым. Өйткені наушникпен тыңдасаңыздар, прямо ойынның ішіне кіріп кетесіңдер ғой, сол үшін наушникпен тыңдаңдар. Достар, міндетті түрде лайктарды басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, пожалуйста. Өйткені каналға тіркелмей көретіндер өте көп екен. Подписаться деп тұратын кнопканы бас жіберіңдерші, болды. Одан кейін алғысым шексіз. Ал видеоны жарнамадан кейін смело көре беріңіздер. Достар, сендерді Hustle онлайн РП-ға шақырамын. Бұл мобильді және ПК-да ойнауға болатын GTA стиліндегі онлайн РПГ ойын. Ол көбіне сам КРМП жобаларына ұқсайды. Қысқасын айтқанда, бұл GTA 5 Радмирдің мобильный версиясы. Бұл ойында өзінің мафиянды құр бандит боласың ба, полицейский боласың ба, немесе бизнесмен боласың ба, оны өзің білесің. Көліктер өте көп және сапалы, оптимизациясы жоғары, картасы дәу, өте жоғары сапада жасалған РП ойын. Егер де араларында GTA 5 РП Радмир серверінде ойнай алмай жүргендер болса, мен осы Hustle'да 11-ші серверде сіздерді күтемін. Менің промокодым Рамазан сіздерге VIP статус, сонымен қатар ақшалай сыйлықтар береді, так что теруді ұмытпаңыздар. Сілтемесі описанияда. Бұл бізде Crime Detective деген жаңа емес, енді 2025-те шыққан, примерно бір жылдай болып қалған шығар, бірақ мен үшін жаңа да бұл ойынды енді көріп отырмын. Так что бүгін сіздермен бірге өтіп көретін боламын, жалпы қандай ойын екен. Так, в общем, біздер осыны үйдеміз, найти и выбросить мешки с мусором дейді. Так, во дворе, во второй, не помню дейді. Так, короче, біреусі сыртта дейді. Көрейік сыртта не бар екен бізде. Чо там, ауыр айтыныш. Жел ештеңе жоқ. Көршілер барлығы аман есен, барлығы настроениесі жақсы сияқты ғой чота. Так, во дворе деген кезде примерно двор бізде артта ғой дейме. Но есік алды, двор по идее мына жақта. Тоқта, мен мына картаны ойнаған сияқтымын чота ше. Но чота таныс карта. Бір ретте мен бір хоррор ойнадым, бірақ ол басқашалау болды, сәл-пәл. Бірақ үйі құсайды екен да мынаған. Короче, авторын барлығы, осындай ойындардың барлығының авторы бір ғой. Бірақ ойындардың кішкене режимдері анау мына осы басқа да. Айтпақшы достар, давайте міндетті түрде лайктарыңды басуды ұмытпаңдаршы. Братский, өйткені лайк баспай көретіндер өте көп. Менің видеомды каналға да тіркелмейді. Төменде подписаться деген кнопканы басып кетсеңдер дерзкі болды. Так, екінші мусор бізде вроде кухняда болу керек негізінде. Вуаля, все, короче, бізде по идее общий екі мусор ғой дейме. Так, көрем жалпы қандай ойын екен. Маған қызық болып тұр. Осы инди ойындар страшно ұнайды. Все, болды. Убрать пустые банки от газировки в своей комнате. Короче, менің комнатам примерно екінші этажа, есік жауып алайық. Жалпы осы үйлер күшті. Мен айтып тұрмын ғой, мына үй таныс маған. Мына картада ойнаған сияқтымын мен. Тура бір эпизод бар ше. Тура осындай картамен. Так, мынау менің комнатам. Бірақ кішкене бөлмелері басқаша екен. Газировка қақта. Но менің комнатам емес па вроде, кладовка бар ма еще? Ойбай, мынау, что за розовый ойыншық мынау? Не мынау? Кім біледі мынаны? Или ондай емес па? Білмеймін енді, бірақ что-то ойын бұзып кетті мына ойыншықты көріп. Так, газировка. Газировка жоқ қой жақта бізде. Газировка жоқ да. Онда наяқта қарап көрейікші. Міне менің комнатам. Тігідік хлам болып отыр ғой. Так, мынаның барлығын жинау үшін сначала нужно было взять коробку. Она была где-то на втором этаже дейді. Коробка. Қақта коробка бізде? Мынау емес па? Жоқ. Что за коробка? Второй этажда болатындай. Не коробка ол? Мынау екен ғой, бәсе. Так, короче, осының барлығын біздер мынаған толтырамыз, мусордың барлығын и сөйтіп жинап тастауымыз керек қой. Шей беріпсің да, газировка шей бермесеш бауырым зиян ғой.
Так, мынау соңғысы вроде. Все. Коробку пока оставлю в комнате, вдруг еще пригодится. И что-то я проголодался, в холодильнике точно осталась пицца дейді. Короче, холодильникте пицца бар, соны жеп алайын дейді, қарным ашып тұр дейді. Кухняға бар деп тұр ғой, короче. Так, пиццаны аламыз. Бала незе бар екен бізде. Мынау балығымыз ше деген ғой мынау. Қараңдар достар, балығымыз ба не мынау? Точно пиво емес, мынау балығымыз сияқты что-то. Так, духовкаға сал деп тұр ғой. Духовка. Так, все, бізде пицца қайнап жатыр, пока пицца разогревается, схожу в душ дейді. Ой, болды бір душқа барғысы келіп қалады. По идее бізде мына зал болса, душ, значит, екінші этажда. Негізі по идее бірінші этажда болу керек қой? Или бірінші этажда? Жоқ екен, по-любому жоқ екен. Душ онда бізде мына жерде. Қазір шомылып отқан кезде бір скример шықпаса болды, самое главное. Кеттік душқа шомылып алайық. Ох ты ж! Пробел, что будет? Не дауыстар шығып кетті? А? Ешкім қарап тұрған жоқ па? Думаю, пицца уже разогрелась, пора доставать дейді. Кеттік. Үшшін! На уақытта шықты? Сем на диване перед телеком дейді. Мына уақыттан шықты енді. Мә, шығасың ба? Жаппай қойық, шығып кетсін. Или жауып қойықшы, қалай болады екен? Біраздан соң жоқ болып кете ма? Көреміз. Вроде терезелер жабылып тұр, бірақ қалай кірді бұл? Мен кіретін, комнатаға кіретін кезде есікті жаптың ба өзі? Көреміз. Если қазір мысық жоқ болса, значит чудовище ана мысық. Так, кеттік пиццаны жеп аламыз. Енді біздер телевизорға барамыз. Как всегда телевизорды алдыда жейді екен да болды. Отырам ба? Нажмите пробел, чтобы выйти. Надеюсь, весь домашний арест пройдет так же, дейді. Пока тыныш, көршілер бәрі жүр әнеки темек шегіп. Жесе пиццаны болсай. Жесе шана пиццанды. Оказывается, телевизор қарау керек қой. Мен пицца прям жима деп ойласам. Короче, уже келесі күн дейді бізде. Второй день ареста, целое лето заперти. И чем вообще заниматься дейді. Короче, мені ата-анам домашний арест берді. Үйде отырасың, вообще ешқайда шықпайсың деп. Сол себепті мен үйде отырмын каждый күн. Ал бұл бала не істерін білмей. В общем, ебать! Привет, думал уже идти будет тебя. Ой, оқиямай қалдым ғой, зато. Привет, думал уже идти будет тебя. Как спалось, будучи заключенным, дейді. Блин, ты зачем так пугаешь? Я чуть не умер со страха. Кем вообще? Привыкай, ты теперь под чутким над розум, но не деватор? Так как спалось, дейді. Над розум не сөз. Неплохо. Түрбе қалай өтіп жатыр деп жалпы менен сұрап жатыр. Папам ба мені? Ебай. Базар жоқ. Папам не істеп жүр? Ну я тебе еще немного разочарую. После 9 вечера не ногой за порог дома, дейді. Хорошо, хорошо. Будешь помогать по дому, чтобы не сидеть без дела, как скажешь. Я чуть не забыл. Наш сосед через дорогу, мистер Руперт, согласился дать тебе работу. Заработаешь немного, так как вперед, но для начала накормим кошку. Корм в сарае, миска рядом, а потом сразу к соседу. Я прослежу. Короче, маған мысыққа тамақ бер дейді. Корм вроде был в сарае, миск где-то около него дейді. Сенің страшно шошып кеттім, жігітше айтайын бар ғой. Ёп, дедік, вообще не ожидал. Анау шығатын шығар деп. Үйто түн болса қорқасың ғой кішкене, бүйтіп ше. Күндіз болып тұрғаннан кейін вообще подозревать еткен жоқ мен, скример анау мынау болады деп. Короче, сарайға кіреміз, тағы да кошка шошпаса болды мен, самое главное. Алдынан шыға қалмаш әйтеуір. Уш. Мынау мысық бар ма еді или? Мен көрмедім ба келе жатқан кезде? Мискасына беру керек деді ғой, міне миска. Так, же енді. Мынаны тастай салайық мына жаққа қарай.
Так, ну кот покормлен. Теперь к мистеру Руперту. В общем, батямыз айтқан болады бағана, мистер Рупертке барсаң, саған жұмыс тауып береді деді ма, в общем, сондай бір бәле деді. Мистер Рупертке барайық енді. Помочь мистеру Руперту. Мынау ғой. Короче, үйіне доставка кетті мистер Руперттің. Көмектесіп жіберейік. Че там, мистер Руперт кіммен қарылып жатсың? Но мистер Руперт па точно? Осыған көмектесіп көріп пе или че? Или бұл емес па? Походу бұл емес ау. Мынау ғой мистер Руперт. Бәсе, маған қарап тұрғаннан түсіндім ғой мен сразу. Че там? А вот и наш заключенный. Рад тебя видеть. Твой отец по телефону рассказал все. Ну, вылитый я в твоем возрасте. Клянусь, я тут ни при чем. Я в твоем возрасте тоже устраивал фейерверки. Правда. Вьетконг по нам стрелял в ответ. Окей, что делать нужно? Особо түсініп тұрған жоқпын негізі не деп жатқандарын. Выполнишь пару дел совсем небольших, накинуть ей пару долларов. Точнее, твой отец попросил их ему отдавать, а он потом тебе. Хорошо, без проблем. Я привез пару коробок, возьмешь оранжевую и спустишь в подвал, кидая прям в ту комнату, а я тут сейчас закончу с другими вещами, дейді. Короче, мына заттарды алсан, сөйтіп подвалға апарсан, сөйтіп оны сояққа қойып, жұмыс істе деп тұр ғой, короче. Ал мен саған ақша берем дейді сол үшін. Иттері бар екен. Чоп. Подвалға түс дейді ғой, шека. Подвалдан бір бәле шықпаса болды, самый главный. Ал, дайындалай қал. Не шығады екен алдымыздан? Осындай кезде дым шықпай қалады ғой. Осы жерге лақтырам ба? Ой, ёптігідік. Шошып кете жадым ғой. Почти дошел прямо сюда, в ту самую комнату, не ошибся, дейді. Место, конечно, стрёмное, но знаешь, когда-то это была моя берлога. В твоем возрасте я сюда девчонок приводил. Представляешь, ебать. Жас кезінде мына жаққа қыздарды алып келіп, бастардан сипағам дейді, короче. Молодец. Біраз тірлік бітіріпсің жас кезінде. Включи магнитофон, слушай музыку. Тут было уютно. Скучаю по тем временам, дейді. Ну, знаешь, это были другие времена. Все казалось проще. Эх, ладно, не задерживай. Кидай коробку в ту комнату, дейді. Ал кетті, ал коробканы тасайық. Мына комнатада дейді ғой. Қалай ма есігі? Былай ашық тұрды жана и былай ашылады. Резі сөйтіп қойма, немене білеш? Артынан ешкім шықпандар шайтеу коробка қойып кезде. Қорқатын болдық қош. Все, әлі тұрсың ба? Спасибо, что помог. Знаешь, с каждым годом все тяжело. Эти чертовы коробки таскать, дейді. Сен бағана шаруамды бітіре берем, сен подвалға түсе бер деген сияқты дедің ғой. Не істеп тұрсың қасымда? Ну, скажу, что я совсем дряхлый, но был бы я помоложе, сам бы быстро все сделал, дейді. Жарайды. Кетші. Свобода, друзья. Первая работа, девчонки, проблемы, которые на деле... Не проблемы. В общем, я рад, что ты уже вырос, дейді. Все. Андай ғонда, батялардың андай нелері болады ғой. Андай өтірікші бір достар ше, молодец, өсіп кетіпсің ғой деп жұмысқа салып жіберетін ше. Молодец, күшті сық қойды екенсің жұмысқа. Анау да мынау деп өтірік мақтап қойды да, сөйтіп жұмысқа салып жібереді. Тура сондай адам болып тұр ғой анау. Выбрось мусор дейді. Еще мусорға жұмсап жіберді ма бізді? Оппа, біреу күтіп тұр ғой жақта бізді. Случайно мамамыз емес па? Походу мамамыз емес, если мамамыз болғанда бізге пайда енді. Мына адам құсап тесіліп қарап тұратын еді бағанағындай. Так, екінші мусор. Все. Надеюсь, это было все на сегодня. Время поиграть в приставку, дейді. Приставка, по идее менюмде. Бағана PlayStation тұрды ғой, телевизор жақта. Приставканы ойнаймыз ғой деймін. А вот, как обычно, жаңағы батямның досы мені қадап кетті, ақша берем деп. Мен жоқ уже. Всегда сондай ғой. База ғой, база. Любой жақта. Ақша берем, давай жұмысты анау деп өтірік мақтап алады да. Бермейді ақша. Так, короче, ұрлықшы деген ойын. Ойын жұткима дедім ғой. Ойынның ішінде ойын ойнап отырмын ғой. Нажмите F, что включить фонарик. Шышы. Бәлі. Не болып отыр? Ойнамай ақ қоймасам болмай ма? Обязательно ойнау керек па? Бәлі, не ойнау еш? Что там? Кім бар? Не болып отыр? Екінші этаждан шығады. Примерно. Что там? Не бар? Бір какой-то... Онша емес ойынның өзі. Қандай қорқынышты ғой, қараңдаршы. Ёптігідік.
Анау айна ма не анау? Ей! Что за фигня? Мына тағы да комната бар. Мынау комната ма? Не отыр? Мышкам өзіне өзі қозғап отыр. Ёп, не отыр мына Блин, ойнаған кетіп тұрған жоқ мынаны бар ғой. Мынаны ашсам қазір бәле болады да. Кеттік ал. Давай, тоқтамай. Отморозок. Режим отморозка. Кеттік ал, режим отморозка. Чё там, ешіне жоқ? Яқта бізде дым жоқ тоже. Не істейміз сонда? Бүкіл комната пустой ғой. Скример. Я тебя вижу, I'm see you. Ақтан ой. Кімді іздеп жатырмық біз уже? Не істеп жүрміз вообще мына үйде? Ойнамай ақ қойсам болмай ма? Не, мына ойдан шыға алмай тұрмын еще мен. Найти в соседних комнатах ключ от шкафа дейді. Ой, бәлі, шкафтың кілтін табу керек екен. Оказывается, мен не істеп жүрмін үйді аралап. Так, короче, кілт табайық, достар. Біздің задача кілт табу. Ал кілт болса қаяқта? Міне кілт. Ёпты гідік. Открыть шкаф с сокровищами дейді. Кеттік ал, басталды. Кеттік ал, достар. Дайын болыңдар ал. Түгідік немене бәле, вообще сөйлеуге болмай ма сонда? Бағанадан бері сөйлей алмай тұрмын. Астыңғы ползунок тұр ғой, содан біліп тұрмын ғой, что сөйлей алмайтынымды. Сөйлесем анау маған келетінін мен примерно біліп тұрмын. Ол базада любой ойында сондай нәрсе бар. Алдында білесіңдер ма, ойынды сосед бинокльмен қарап тұрасың, короче, и сол кезде соседің жүріп келетінше, сол кезде тығылып қалған кезде сөйлемеу керек, сөйлесең тауып алады ғой сені. Ол сол сияқты ойлап тұрмын, мынау да мен тауып алатын шығар деп. Бірақ сразу көлді әшей мен деген өзіне, ёпты гідік, мынау дейтін, страшно, ё-моё. Онда план Б жасайық онда. Ебать, басынан бастайын ба еще? Папалам деп кіру керек қой мына үйге. Так, короче, мен уже білем, қай жақта не орналасқанын. Сразу бізге негізінде подвалға барып тауып алу керек еді жаңағы нәрсені. Бізге инструмент деді, вроде бы. Еще есік жабылып қалады ғой, ёпты гідік. Қалай жабылып қалды деймін да ол? Инструмент мен вообще көріп тұрған жоқпын, қаяқта инструмент? Ал басталды тот самый момент. Жоқ па, не істеп тұр мынау, ёпты гідік. Неяқта сдаться деген кнопка бар екен ғой, оказывается. Бата салақшы осыны, ёпты гідік, мынаны ойнағанша, позже этой ночью дейді.
Так, короче, мен PlayStation ойнап болыппын, оказывается. Нажмите пробовать, чтобы выйти дейді. Мына ойын бар ғой уже, мен нервімді шығарады. Сочные новости. Полиция подтвердила, сегодня в переговоре был найден третий по счету подросток мертвый, дейді. Ептігідік. По словам источников, тело обнаружено с признаками жесткого насилия, дейді. Короче, бір баланы өлтіріп тастапты, жамандай насиловать етіп, очередное тело в этот раз нашли на территории заброшенной птицефермы. Все было усыпано перьями, дейді. Полиция города просит сохранять бдительность и не отпускать детей на улицу после захода. Мы продолжаем держать вас в курсе. Возможно, это последняя жертва. Берегите себя, дейді. Короче, радионы өшірейік. В общем, бір убийца қашып кетті примерно. Охо, не отыр, соседтер? Ей! Ол мен қыз банау? Посмотреть через бинокль, чем занимается соседи, дейді. Ойбо. Көрейік, соседтер не істеп жатыр екен. Бинокль мақта? А вот мінеки. А жоқ. Бинокль мақта мен натуре. А, міне. Так, не істеп жатыр екен бинокльдарым. Охо, чё там, соседи? Екі қыз ғой. Мынау да шешіне ма қазір, или чё? Не істеп жатыр, фотоға түсіріп жатыр ма? Анау примерно бір сотқа қарап отыр, планшет. А мынау үшін билеп жатыр тикток түсіріп. Жүгіріп келмесе болды ғой, екеуі алдындағыдай, ойындағындай. Әйтеуір барлығы нормально ма далада? Мыналар не істеп жатыр? Что за хрень там происходит, дейді? В смысле? Не опты? Қызы мен папасы? Онда тұрған не бар? Привет, чем это ты занимаешься, дейді? Шешенің ғана қызы. Опять весь день у приставки, дейді. Какой приставками комнатамда отырмын ғой? Помогал отцу, потом соседу, я был занят. А теперь ложись спать, давай, поздно уже. Отец тебе уже сказал, чтобы не выходил вечером даже из дома, дейді. Я. Спокойной ночи, давай. Шоштың ғой, ёптігідік-ай. Биноклім қақта мен? Қарай берекші бинокльмен. Жап-жақсы, нормально қарап отыр едің. Так, аналар не істеп отыр? Ұрысып отыр. Бәрінде әйтеуір ұрыс-керіс. Хайвай. Налар не істеп отыр? Тері билеп отыр біреу. Налар әлі билеп отыр. Мынақта ешкім жоқ, көрінбейді. Мынақта ше? Тоже. Лечь спать, дейді. Короче, маған ұйықта деп тұр ғой. Давайте ұйықтайық. На следующее утро, дейді. Кеттік ал. Азан болыпты бізде, короче. Таң атыпты. Ох, жақсы болды. Короче, бағана полицейский новостьда айтты. Бір баланы өлтіріп кеткен, сөйтіп сол убийца, в общем, қашып кеткен ба, в общем, сондай бір бәле, короче. Так что менте, типа, намек қандай, менте өлтіріп кетпей үшін. Мамамыз осындай дайында кетті. Не может быть, пропал еще один ребенок. Стоп. Я точно видел похожую девочку у мистера Руперта, дейді. Қойшына. Мынақта білесіңдер ме, бала мен нені көріп едік қой? Сол қыз жоғалып кетті, дейді. Базар жоқ. Короче, $. Бағана мистер Руперттің ақшасы ғой. Накормить собаку мистера Руперта, дейді. Хо-хо, мистер Руперттің үйіне бармақшы болып қалады ғой енді. Алдынан батям шықпасыншы, самый главный. Шошытып шығатын болды ғой бұларды. Мистер Руперт, итіңізге тамақ мен берем бүгіннен басап. Әшейінде итіңізге тамақ бермейтін едім, бірақ бүгін мен беріп қалайын деп шештім да. Қақтасың? Руперт, походу Руперт үйінің артында сияқты. Корм для собаки должен быть в сарае, дейді. О, обязательно, о. Что там, яқтағына қызды, не істеп отқан жоқсың ба? Тынышпай төр бәрі. Қорқатын болды ғой әйтеуір мына жақтан есіктерге кіріп шығуға. Әйтпесе біреу шыға қала ма деп ше. Не, ешкім жей ма не? Ит қықты. Собака мистер Руперт, она погибла. Почему он не предупредил? Хотя, наверное, это случилось вчера, дейді. А что насчет пропавшей девочки? Это шанс проверить, что скрывает мистер Руперт, пока он на работе, дейді. Так, короче, примерно. Мистер Руперттің үйіне кірем. Мен қазір арқа есік по-любому қанада. Какие-то чудом ашып қойып қалады. А жоқ, табай екен. Ключи могут быть где-то у двери или в сарае, дейді. Сарайда ғой жыбы. Жыбы тықып қойған ғой жерге. Бать, мынау неме бәле? Шошып кеттің ғой? Примерно не деп кілтті таптым, короче. Ойлап қалдым жаңа қызды кесіп турап тастап, в общем,
сол құрттап жатыр ма деп. Так, короче, примерно артқы есіктен кіреміз да. 100 пудов. Так, кірдік. Обязательно осындай музыка басталу керек па? Бұндай музыкасы никак па? Кішкене жай қойыш. Ойбай, ойбай, ойбай. Міне осылай, хотя бы. Әйтпесе шелей қатты ғой да музыка. Қорқатын болдық қой. Руперт! Папалам, 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 папалам. Пиздес, не болып жатыр lan, шқап қараңғы. Папалам, папалам, синий трактор едет там. Полный беспорядок, детские игрушки и мелкий муж. Это его племянница дейді. Білмеймін. Вернуться домой и приготовить мясную запеканку дейді. О, енді үйге бару керек бола ма? Кет. Папалам, 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 папалам. Синий трактор едет. Мистер Руперт, алдынан шықпаш, папараски. Мен сен үйіне случайно кіріп кеттім. Әдейіге емес, мистер Руперт. Наконец-то, дым болған жоқ, Неужели? Соседтердің барлығы қақта, что-то ешкім жоқ қой. Мына соседтің үйіне бару керек негізінде ше? Сәл-пәл болсын. Так, мистер Руперт, мен үйімде емес шығарсың сен шіле, а? Мен үйімде емес та, вроде. Запеканка деді ма? Запеканка. Не ол запеканка деген? Приготовить мясную запеканку деді әйтеуір. Так, бұған, короче, бізге помидор керек. Помидор. Одан кейін мынандай мясо, сыр, картофель көріп тұрсыңдар ма? Картофель что-то көріп тұрған жоқпын мен яқта. Картофель примерно бізде далада сияқты соған қарағанда өсіп тұр ма, әлде кладовкада ма, бір жерде жатыр ғой. Обычно андай үйлерде сақтамайды, оны сарайларда, погребтарда сақтайды ғой. А во мінеки картофель бізде. Так, енді осыны апарсақ, бізде уже запеканкамыз жасалады ғой, получается, да? Мне хотелось слушать радио во время готовки дейді. Ой, топасай. Жарайды ал, көрейік. Картофель екіншісі. Сыр үшіншісі. Помидор төртіншісі. Готово, теперь поместить в духовку дейді. Күй! Кім мынау? О-хо-хо-хо! Кір. Ну, привет, я вчера видел тебя в окне, ты смотрел через бинокль. Не стыдно? Осын сұрауға келдің бе әлде? Өтіріктен сұрабуға келіп тұрсың ба? Привет, тебе точно показалось? Это невозможно. Не прикидывайся, я все видела, дейді. Что именно ты видела? Как будто ты не знаешь, вчера вечером бинокль мое окно. Я на самом деле птиц смотрел. У меня вообще-то увеличение орнитология, дейді. Птицы в 10 вечера, и почему эти птицы были именно в моем окне? Там просто свет падал, и я случайно зацепил взглядом. Случайно целых 5 минут пялился. Кетіп шілей 5 минут қараған жоқпын? Жынды кезің ғой? Мұны қайсының бағана жатқан ба әлде? Билеп тұрғаны ма? Любопытно или слишком интересно? Любопытно. Ладно, скажи еще спасибо, что не пожаловался родителям, дейді. Шелей ондай заявщигіме шығарсың ма? Айтып беретін. Балаңыз маған қарады деп. На первый раз прощаю, но если еще раз увижу твой бинокль, сама разобью его об стену. Қашаннан бері сен ұятың бар болып қалған қыз? Киініп алған түрін қара. Кішкене терезені жауып, киіміне еге болмайсың ба? Тәртіпсіз неме. Так, запеканкамыз дайын болған шығар. Жеп алайық. Поиграть в приставку или лечь спать дейді. Неғып пісірдім мен онда мынаны, запеканканы, если ұйықтайтын болсам, приставка ойнайтын болсам, ойнағым келіп тұрған жоқ мен приставка. Желание жоқ ойнауға. Жүрейін сол қашып ана монстрдан. Надайыл. Дым желание жоқ ше. Көрейік, ұйықтайық. Қайтадан қазір қараймыз ғой примерно түсініп тұр, мен қайтадан қарайтын сияқтымыз ана бинокльмен. Так, черт, уже вечер, сколько я проспал? Кошку уже надо было покормить дейді. Кошканы өз-өзімен өмір сүріп жүр ғой. Выживать это. Ох, давай. Посыщи. Еще не время для слежки дейді. Ой, ёптыгыдык. Не істеп отыр анау? Басқа көршілер не істеп отыр? Свет өшіп тұр ғой. Басқа көршілер что-то дым жоқ что-то.
кеттік. Барып тамақ беріп келейік немізге, мышығымызға. Покормить кошку. Папалам, папалам. Роберт Балаш! Не пугайся, Коди, я тут оказался просто случайно. Господи, мистер Руперт, вы что? Мистер Руперт, па? Дұрыс, мистер Руперт, патямыз емес екен ғой. Заметьте, у тебя свет горит, поздний час. Я подумал, мало ли вдруг что-то случилось. Вот и решил убедиться, что все нормально. И ради этого ты сейчас прямо из моего двора выходите. Да ну, не из двора. Я просто зашел ближе, хотел постучать, но увидел, что ты вышел, вот и встретились. Постучать? В каком час? Серьезно? Ну, пожалуй, ты прав. Выглядело бы странно, но я же твой сосед. Разве плохо, если сосед интересуется, все ли в порядке, Дида? Я впервые вижу, чтобы вы так интересовались. Да ну, бывает же, что человек просто, приходи мимо. Я проходил, увидел, что у тебя на окне свет мигнул. И вот, решил поздороваться. Может, мне показалось, знаешь, глаза устают. Мерещится всякое. Короче, ақталып отыр. Сен үйде свет маргать етті, сөйтіп мен барлығы жақсы болды ма, соның қарап келу үшін анау-мынау дейді, спокойной ночи, болт, Коди, ұйықтай бер, анау-мынау деп кетіп бартқан түрін қара, иттің баласы неме. Шошып па сен мен етіп екінші рет. Екінші рет емес уже, қаншінші рет шошып отыр? Или бірінші рет шошып отыр ма? Бірінші рет, е? Вроде бірінші рет. Қайтадан шықпа, Бабраски. Кет жоғыл, мысықтың тамағын берейік. Так, бізде яркость төмен тұр, кішкене яркость көтереміз ғой деймін походу, е? Еще мясная запеканка была в духовке и хуже наверняка сгорела, дейді. Ёптығыдық. Не болып жатыр мынау, е? Жеуге жарамсыз болып қалды ғой. Выбросить испорченные блюда, дейді. Кеттік мынаны лақтыра кенді. Бұт шығып қалған онан түрін қарасындашы. Көгеріп бұт шығып кеткен кәдімгідей. Чо там көрші? Темекі шеге береді екенсің сенде. Последить за соседями, дейді. О, бәсе, осы момент. Күттім ғой мен осы моментті. Қазір Роберт па? Атың кетші, аны. Робертті қарайтын боламыз бинокльмен. Чо там? Это лучше любых игр, честное слово, дейді. Дұрыстапсы. Молодец. Анау телефон шығып жатыр, я примерно. Артымызда ешкім жоқ па? Қарап қойшы. Біреу шығып қапты. Ох! Черт, мистер Руперт, дейді. Чё там, эу? Чё там? Добрый вечер, дорогие слушатели. Йотр, у нас только что приступили срочные новости, и, друзья, это хорошие новости, дейді. А помню, последние 2 дня весь город жил одной тревогой, поисками пропавшей 9-летней девочки. И вот сегодня утром полиция подтвердила, девочка найдена живой, дейді. Қой, ей, серьезно? Бәлі қорқатын болдық қой, мистер Руперттің. Нашли ее неподалеку от дороги, ведущей в городских парк, дейді. По словам офицеров, никаких серьезных травм у ребенка нету. Она чувствует себя в безопасности и уже находится вместе с родителями, дейді. Полиция благодарит всех, кто принимал участие и в поисках, особенно волонтерам, которые буквально... Так, в общем, короче, анау қыз табылыпты мистер Руперттің қасында болған. Ну что ж, друзья, наконец-то в нашем городе есть повод для облегчения, воздохнуть. Девочка дома, семья снова вместе, и это самое главное. Короче, өзінің мама-папасына оралыпты жаңағы қыз. Барлығы жақсы деп отыр. Мы будем следить за деталями, но пока на этом все. Оставайтесь с нами, берегите своих близких. Короче, пока что барлығы жақсы деп отыр. Ох, бәлі. Бинокль мақты. Мистер Руперт, қақтасын? Ёптығыдық. Лечь спать, дейді. Ұйықтап отырмыз болды. Қазір оянсақ, мистер Руперт оятады бізді. Вот и настал день X. Нужно взять с собой фотоаппарат, чтобы если что все сфотографировать, дейді. Так, фотоаппарат. Қақта бізде? Қақтан көрмеймін фотоаппаратты. Так, мистер Руперттің үйіне барам ғой мен, примерно, да? Так, онда кеттік ал, мистер Руперт. Мен сенің қазір на самом деле кім екеніңді тауып алам. Ага.
Так, проникнуть в дом к мистеру Руперту дейді. Қазір мен сенің бүкіл секреттеріңді біліп алам. Елдің көзінше сенің позорыңды шығарам, мистер Руперт. Мен барлығын білем, мистер Руперт. Менен қашып құтыла алмайсың, мен таза детективпін мен. Музыканың дауысын сәл-пәл шығара кішкене, қорқыныштылау болсын. Аха, есігін жауып алдың ба? Сен ойлама, мен кіре алмайды деп. Мен қазір по-любому кіріп кетемін, мистер Руперт. По-любому, мен білем кілт қақта жасырылып тұрған. Аха, бұны да жауып қойдың ба? Онда сен примерно мына үшке тығып қойдың. Я? Қазір. Бұл жақта да жоқ па? Онда есігін ашық тұрған шығар. Аха, сен мен ловушкаға түсіргің келді ғой. Специально ашып қойдың есікті, я? Қазір, мистер Руперт. Мен сен ловушкана түспеспін. Так, теперь найти ключ от его подвала. Он должен быть где-то в доме, дейді. Подвалына ма не сонда примерно? Так, мына есік жабық. Мына шкафтар бізде ашылмайды, да? Так. Мистер Руперт. Блин, қақта ол? Закрыто. Нужно найти ключ, дейді. Обязательно екінші этажға міну керек па? Так. О! Сделать фотографии подвала, дейді. Так, подвал бізге суретке түсіруіміз керек. Мистер Руперт, қақтасың, а? Сен мені шошыта алмайсың, мистер Руперт. Кіргім кетіп тұрған жоқ. Бар ғой. Бірақ енді кіру керек. Біз батылмыз. Всего лишь это игра. Шешенің... А чё так сразу мынандай өлең? Кеттік ал! Чё там? Түсіріп алдым. Серьезно? Пару часов спустя, дейді. Аттады ма немене? Так, эта история вдохновлена реальными событиями. Короче, достар, бұл история бізде 1970-1980 жылдары шын өмірде болған оқиға дейді. Жаңағы убийца сол жылдары кәдімгідей подростктарды өлтіріп, сондаймен айналысқан дейді. Бірақ ұсталмаған екен. Жал, өкінішті ұсталмағанына, бірақ ондай адамдардың орны әрине түрмеде. Ондай адамдар чисто түрмеде жату керек. Жалпы жақсы ойын екен. Ұнады маған, өте қызықты. Осында инди хоррорлар тағы да шықсын десеңдер, міндетті түрде лайк, достар. Лайктан да аямаңдар. По-братски, дәл қазір лайкты басшы, өтініш. Білем, мен қанша айтсам да сенге басың келмейді. Бірақ енді все-таки баса саш, мен бай кетпеймін. Одан мен атақты оқып кетпеймін. Просто маған мотивация ғой. Көп лайк болған кезде андай да, көп лайк болыпты. Қайтадан түсіру керек хоррор деген сияқты мотивация ғой жігіттер. Так что міндетті түрде қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздерге ал души көп рахмет, каналға тіркеліп лайк басып жатқандарына, осындай подписчигімнің барына. Комментарияға міндетті түрде жазып кет, қай секундта қорықтың, қандай қызықты жерлері болды. Сіздермен Рамазан, келесі көріскенше. Давайте.